Оқушылар өткен сабақта біз қандай тақырып өтіп едік? Мағжан Жұмабаев туралы есімізге түсірейікші. Туған жері, жаңағы шығармашылығы, қызметі қандай жинақ шығарған екен кәне? Кім айтады? Ол солтүстік Қазақстанда жылы. Жақсы, қай жылы? 1890. Жақсы. Келесі шығармалар туралы не айтамыз? Поэмасы, Батыр поэмасы. Қандай поэмасы бар? Батыр поэмасы және тағы басқа поэмалар бар. Жақсы. Енді қандай қызмет атқарған ол кісі? Қазақ грамматикалық өлеңдерін арттырды. Нені арттырды тағы да қосамыз? Шығармашылық жинақтары, қандай жинақ меңгерді? Жазбықтар, өнер білім. Ол шығармалар атқарды, ал жинақ басылды қай жылы? 1923. Қандай жинақ басылды? Педагогикалық кітап шығарады, содан кейін сыныпқа арнап сауатты бол деген оқулық жазады. Жалпы енді осы поэмаға тоқталғым келіп тұр. Яғни бүгін біз ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін Батыр баян жаңағы поэмасын талдаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Батыр баянның жаңағы композиция шығарма құрылымын талдаймыз. Енді мақсаты, бүгінгі сабақтың мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік құрамдас бөліктерін талдау. Білеміз ғой, сюжет дегеніміз жаңағы оқулық композициясы. Енді қазір авторы кім? Бұл шығарма? Келесі тақырыбы не туралы? Батыр баянның батыры істері, жаңағы жолдықтары, мотивациясы қандай? Не туралы? Арқылы батырларды дәріптеу. Батырларды дәріптеуге жақсы. Кейіпкерін атаймыз. Абылайхан, жақсы. Ол бұл негізгі кейіпкер. Және шығармада әдеби кейіпкер деген болады. Жақсы. Енді қысқаша жаңағы мазмұнына тоқталып кетейікші. Ең басында Батыр баян Көкшетаудың көркем Автор ең бірінші жаңағы оқиға орнын суреттейді, табиғатын сурейікші. Жаңағы бұл поэманың қысқаша жаңағы түйініне не туралы айтырады? Басты жаңағы кейіпкердің ортасында қандай табыс болады? Осы поэмада Батыр баянның Құралайға деген қалмақ қызына деген сүйіспеншілігі болады. Сосын және де ғашық болады, бірақ қыздың жаңағы жауабы қандай болады? Неге? Жақсы. Содан кейін Оян мен Құралай ол екеуі қалмақ қызының отанына қашып кетеді. Бірақ соны Батыр баян оны сатқындық деп ойлайды. Басында сатқындық деп ойлайды. Не істейді? Ашық ұза кеп үстінде байқамай өтіріп алады. Ал бірақ кейін соңында не болады? Дұрыс екеуін бірге жерлейді. Содан кейін 100 қазақ алып, 100 батырды алып, қалмақ еліне аттанады. Бұл поэманың шығарма жаңа композициясы бар. Ең бірінші оқиға қалай басталады? Оқиғаның басталуы. Батырлардың бас қосуы. Батырлардың бас қосуы. Батыр баянның қашық жеріне Екінші байланысы кетеді. Ал шығарманың дамуында қандай оқиға болады? Ноянның қалмақ қызына ғашық болу. Жақсы. Шығарманың шегелісі. Қос ғашықтың ертең қашуы. Жақсы. Шығарманың шарттар шегі. Батыр баянның екеуін атып өлтіруі. Шешімі немен аяқталады? Батыр баян қаза табады. Жақсы, рахмет. Енді сіздерге мынадай сұрақтар қойғым келіп отыр. Егер сіз баянның орнында болсаңыз, не істерсіздер? Мысалы, өздеріңіз қойып көріңіз, сол баянның жаңағы іс-әрекетін. Мысалы, құптайсыңдар ма, жоқ па? Мысалы, баянның орнында не? Баян не істеді? Өзін туған інісін өлтірді, мысалы. Ал сен не істеген, мысалы? Мен олардың орындар болсам, жібере салып. Дұрыс, нояны мысалы босата салушы едім. Ал басқа оқушылар қандай ой айтты? Өздеріңді баянның орнына қойып көріңдерші? Өйткені ол
ол қыз басқаны жақсы көрген соң ол кете беру Иә, жаңағы баянға деген сезімі болмады, иә, бірақ ноянға деген сезімі болды. Баянда баяннан кеткен қандай қателік деп ойлайсыздар? Иә, жаңа қалмақ қызын не істеу керек? Сұлу қызды еліне алып кету. Ол да жақсы, тамаша. Егер 2 жас жаңағы баян өлтірмесе, олардың өмірі қалай болады деп ойлайсыздар? Бұл жақ көрейікші. Жақсы, ағайын ойынша 2 жас жаңағы бақытты өмір сүруші еді. Ал тағы да басқамыз қандай ой қосамыз? Бұл жақ көрейік. ол күйеу қашып кеткеннен кейін Ноянның ар-намысы біраз аз болып жүреді және батыр баян ол үшін өкініші деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Ақжан, сен қалай ойлайсың? Бұл жақ көш? Мысалы, екеуі бақытты да, өмір кешіп, бақытты да. Шығармада ар-намыс мәселесі қалай көрініс табады? Батыр баян өлтіргені өкінгені, ашуланғаны, бірақ не істейді? Ол басында ел намысын қорғайды, ел намысы үшін өзін туған бауын өлімге қияды, бірақ кейін не істейді? Өзінің күнәсін түсінеді. Бізде тапсырма, яғни шығарма кейіпкерін талдау жүргіземіз. Бірінші топ баян бейнесін талдайды, екінші топ ноян, үшінші топ қалмақ мінездемесінен талдау жасалады. Осы қағазға жаза қойыңыздар. Бұл тапсырманың дискрипторы қандай болады? батыр баян мінездеме беру. Кейіпкерге, бірінші кейіпкерге мінездеме беру. Сосын іс-әрекетін жаңа сипаттап жазу. Сосын кейіпкер бойынан қасиеттерді не істейміз? Іздеп жазамыз. Жақсы. Ал, қай топ дайын екен? Бастайық, ең бірінші баяннан бастайық. Теңізді. Бізге берген кейіпкер батыр баян. Ол поэмадағы басты кейіпкер, ол өжет, батыр, ақылды және патриот. Ол сатқындықты кешірмейді және ол өте намысшыл. Ол Абылайдың сенімді серігі болған және опасыз балын атып өлтірген. Ал жақсы, қалған топтар. Батыр баянның жаңа бейнесін талдап жазды. Осы пікірмен келісесіздер ме? Келісеміз, жарайды, жақсы, рахмет, отыра ғой. Келесі кейіпкер Ноян, Ноян баянның інісі, махаббатына адал, еліне, ағасына опасыз көрсе қыздар, сенгіш, уәдеге беріп, албыр жас. Ал жақсы, басқа топ оқушылары Ноянның бейнесін талдағаннан келісесіздер ме? Келісеміз, жақсы, рахмет. Келесі бізде қалмақ қызы, Бізге берілген кейіпкер қалмақ қызы, ол 14 жаста болған және де ол тұтқын қыз, қайсар және кекшіл болған. Ол өжет, айлакер, туған жеріне, еліне адал қыз болған. Және де Ноянның жүрегін жаулайды, баянға ғашық емес болған. Жақсы, рахмет. Келесі талқылау кестесіне назар аударсаңыздар, үш топқа арнап кесте тұр, қараймыз. Бірінші топта баянның інісін өлтірді дұрыс па деген сұрақ жөнінде, иә десек себебін айтасыз, жоқ десек өйткенін айтасыз.
Екінші топқа ноянның қалмақ қызымен қашу дұрыс па? Иә, немесе жоқ. Үшінші топ қалмақ қызы расымен ноянды ұнатып қалды ма? Иә, жоқ. Сіздердің ойларыңыз қалай? Ойыңызды талқылайық, ортаға салайық. Ал бірінші топтан бастайық. Иә, баян неге? Өйткені дәлелдейміз. Баянды жақсы көрген негізі қалмақ қызы. Сол ноянды жақсы көргендіктен баян олай өлтірді ноянды. Баян өлтірді, иә? Жоқ. Ал мүмкін иә десек қалай қарайсыздар? Иә десек қалай жауап беруге болады? Өзінің намысы үшін, елдің намысы үшін, ең бірінші ол жаңа сіздер талдаған кезде патриотизмде ғой, намыс қой дедіңіздер, иә? Ноянның қалмақ қызымен қашу дұрыс па, жоқ па? Жоқ, дұрыс емес, себебі біріншіден Ноян өз үйін сатып кетіп, басқа қызбен басқа елге қашады. Жақсы, иә десек қалай жауап береміз? Иә, себебі ол жақсы көрген қызымен қашып кетті. Жақсы, рахмет. Келесі үшінші топ қалмақ қызы расымен Ноянды ұнатып қалды ма? Иә, себебі ол қыз қалмақ еліне келгенде тұтқынға келіп, ол Батыр баян оны ұнатқанда ол Ноянды жақсы көріп қалған. Осы жерде қалмақ қызын жаңағы сіздер талдаңызда айға келдіңіздер, иә? Осы кезде қалмақ қызын жаңағы сәлекеті суреттерде айға келдігінде қолданады қалмақ қызы, иә? Ұнатып қалды. Мүмкін ол ұнатып қалды. Мүмкін ол жаңағы өзінің бас бостандығын ойлады, иә? Жақсы, рахмет. Ал келесі топ баянның інісін өлтіру дұрыс деп ойлайсыздар ма? Иә, ал жақсы, дәлелдейміз. Себебі ол не істеді? Дұрыс, халықтың тегі намысын алға тарту үшін өлтірді, иә? Бірақ жоқ десек, не істейміз? Өйткені ол батыр баянды Қызғаныш сезімі, иә? Қызғаныш сезімінен кейін өлтірді деп айтамыз. Одан кейін дұрыс, ашу кек, яғни ашу кек соңы неге әкеледі? Дұшпан, жаңағы қастыққа келеді екен, иә? Ал жарайды, жақсы, рахмет. Енді мынадай сұрақ сіздерге. Сіздер қалай ойлайсыздар? Баянның інісін өлтіргені қылмыс па, немесе қылмыс емес пе? Қылмыс десек, дәлелдеп көрейікші. себебі ол өзінің інісін өлтірді, ол Қылмыс дұрыс, адам өлтірді, ол бірінші қылмысқа жатады, иә? Жақсы. Ал қылмыс емес десек, Қылмысты жоспарлап жасайды. дұрыс, қылмысты жоспарлап жасайды. Бірақ мына жерде баян ешқандай жоспар жасастырған жоқ, иә? Қасық қана дайындап өлтіреді, ол қылмыс алдын ала дайындайды. Ал жақсы, оған қандай дәлел келтіре аламыз? Ол Батыр баян Ноян мен қалмақ қызының артынан келе жатқанда Садақпен атты. Ол қалмақ қызына сүйіспеншілігі болған соң, сол үшін ол өз інісін өлтірді. Жақсы. Ал қалай ақтап алуға болады? Баянды ақтап аламыз. Мысалы, інісі елін сатып басқа қызбен басқа елге қашып кетті. Сондықтан баян ісі де бір жағынан дұрыс деп санаймын. Жақсы, рахмет. Ноян сүйгені үшін айыпты деп ойлайсыңдар ма? Жоқ. Ал неге? Өйткені махаббат ол өз Дұрыс. өміріне байланысты. Ал тағы да не болсаңыз? Егер айыпты десек не айтамыз? Ноянды айыптауға да болады, иә? Ол өзінің ағасының жақсы көрген қызын. Және жақсы өз еркін. Иә, жақсы. Сіздерге мынадай кері байланыс ісіміз, яғни бүгінгі сабаққа қатысты өз түйгендеріңізді осыған ісіміз ретінде жазып шықсаңыздар. Жаңа сабағымызды қосылау барысында сіздерге кері байланыс ісіміз жазу берілген болатын. Оқушылар сабақты ұнады, маған ұнамады және сабақты өзгерткім келмеді деген үш ісіміз. Сол бойынша кім не айта алады? Өз ойымен бөліспесеңіздер. Маған сабақта
несі ұнады. Мен сабақта Батыр Баян поэмасын толықтай түсіндім. Жақсы. Маған сабақта әртүрлі тапсырмалар болды. Маған сабақта Батыр Баян шығармасын зерттегеніміз ұнады. Жақсы. Келесі тоқтар жауап беріңізші. Маған тақырыбы өте ұнады және сұрақтар. Сұрақтар, жақсы. Бұл сабақта Батыр Баян поэмасын түсініп, кейіпкерлерді талқыладық. Диамат, сіздің ойыңыз. Маған сабақта Батыр Баян поэмасын түсініп, және қатты ұнады. Жақсы, ағайын, сіздің ойыңыз. Маған логикалық тапсырмалар және топта жұмыс істеген қатты ұнады. Сайт, сіздің Маған ойыңыз. сабақ өте қатты ұнады. Өйткені біз Батыр Баян поэмасын талқыладық. Маған Батыр Баян поэмасын талқылаған және құрылымы ұнады. Ал керек, жақсы, рахмет. Оныңша бүгінгі сабаққа қатысқаныңызға рахмет айтамын.